Электр энергетикасы туралы жаңартылған заңға сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап тұтынушыларды энергиямен жабдықтауды тек меншікті электр желілері бар және кепілді жеткізушілер ретінде танылған ұйымдар жүзеге асыратын болады. Бұл рөлді аймақта электр энергетикасын сенімді жеткізуге жауапты Солтүстік Қазақстан электр желілерді тарату компаниясы акционерлік қоғамы атқаратын болады. Ұқсас өзгерістер жылумен жабдықтауға да қатысты. Жылу энергетикасы туралы жаңа заң жылу энергиясын сатуды жылу тасымалдағыш ұйымдар жүзеге асыратынын белгілейді. Оның ішінде Петропавл жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізгі рөлді атқарады. Қазақстане вступают 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап өзгерістер нәтижесінде Севказ Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі энергиямен жабдықтау бойынша қызметтерді беруді тоқтатады. Энергиямен жабдықтау шарттарына байланысты құқықтар мен міндеттер Солтүстік Қазақстан электр желістік тарату компаниясы акционерлік қоғамына тапсырылады. Ал 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Севказ Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылумен жабдықтау шарттарына байланысты құқықтар мен міндеттерді Петропавл жылу жүйелері жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсыра отырып, жылумен жабдықтау бойынша қызметтерді көрсетуді тоқтатады. Севказ Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазірдің өзінде жаңа жеткізушілермен қосымша келісімдерді жасау қажеттілігі туралы жеке шарттары бар тұтынушыларға хабарлама жолдаған. Қазіргі уақытта аталмыш келісімдерді рәсімдеу үшін 4300-ден астам тұтынушы жүгінген. Күн сайын шамамен 200 қосымша келісім рәсімделеді дейді мамандар. Егер тұтынушының қосымша келісімдерге қол қою ниеті болмаса, ол қажетті құжаттар пакетін ұсына отырып, тапсырушы ұйымдармен жаңа шарт жасай алады. То Севказэнергосбыт уже направила уведомление потребителям. Қосымша келісімдер немесе жаңа шарттар жасасқаннан кейін тұрғын емес тұтынушылар 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап Солтүстік Қазақстан электр желістік тарату компаниясы акционерлік қоғамды реквизиттері бойынша энергиямен жабдықтау бойынша қызметтерге ақы төлейтінін ескеріңіз. 2025 жылғы 1 шілдеден бастап бұл жылу энергиясын тұтынушыларға әсер етеді. Олар шоттарды Петропавл жылу жүйелері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі реквизиттері бойынша төлейді. Кондоминиум объектілерінде тұратын тұрмыстық тұтынушылар үшін өзгерістер азырақ байқалатын болады. Оларға шарттарды қайта жасау қажет болмайды. Коммуналдық қызметтерді төлеу бірыңғай төлем құжаты бойынша жалғасады. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап бірыңғай төлем құжатында тұтынылатын жылумен жабдықтау және энергиямен жабдықтау қызметтері үшін есептеулер бар бөлек жолдар бөлінетін болады. Также с 1 января бірыңғай есеп айырысу орталық қызметтерінің оның ішінде бірыңғай төлем құжатын қалыптастыруды, басып шығаруды, жеткізуді, сондай-ақ тұтынушылардың коммуналдық қызметтері үшін төлемдерді өңдеуді Солтүстік Қазақстан электр желілері тарату компаниясы акционерлік қоғамы көрсетеді. 2025 жылғы 1 қаңтар жағдай бойынша энергиямен жабдықтау қызметтері үшін тұтынушылардың берешектері мен артық төлемдері бойынша барлық деректер Солтүстік Қазақстан электр желістік тарату компаниясы акционерлік қоғамға, ал 2025 жылғы 1 шілдеден бастап жылумен жабдықтау қызметтері үшін Петропавл жылу жүйелері жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылады. Егер тұтынушы қаласа 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін Севказ Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне электр және жылу энергиясын жеткізулер арасында артық төлем сомасын бөлу үшін өтінішпен жүгіне алады. Жұмабаев көшесі 66 мекен жайы бойынша қызмет көрсету орталығында бірыңғай есеп айырысу орталығының қызметі үшін төлемдерді қабылдайтын 2 касса және жылумен жабдықтау қызметі үшін төлемдерді қабылдайтын 1 касса жұмыстарын жалғастырады. Еске салайық, тұтынушылар шоттарының Қазпошта акционерлік қоғамының 2-ші деңгейлі банктердің кассалары, банктық қосымшалар, терминалдар мен қолма-қол ақшасыз төлемдердің басқа түрлер арқылы төлеу мүмкіндігі бар. Ақнұр Қайырбек, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.